қазір потоке ой келіп тұр. Егер қазір қандай да бір өміріңде проблемалар болып жатса, қандай да бір миыңда бір тыныштық емес, ауыр кезеңдер болып жатса, күреспеш. Жеңіл, беріл. Ойларыңа жеңіле сал, беріле сал. Самый худший вариант ойлап көр. Онда не болады? Ең худший вариант келсе өміріңде не болады? Соған дейін барып көрші ойыңмен. Беріл. Жарайды, берілдім. Менің шамам жетпейді. Мен басқара алмаймын. Құдай жаратушы, білмеймін. Мен берілдім дей сал. Яғни ең күшті жеңіс ол өзің жеңілгенде болады. Соғыста екі жақты жеңбейді негізінде. Соғыста ең бірінші болып күрестен бас тартқан адам жеңеді. Өйткені соғыс кезінде екі жақта да зиян шегеді. Когда соғысты бірінші тоқтатқан жақ, ол зиян келмейді оған. Сол үшін соғыспаңыздар, күреспеңіздер. Соғысу жақсылық алып келсе, мына әлемде қырылыс, аштық болмайтын еді. Сол сияқты өзіңмен күресте, өзіңмен соғыста жеңіле салу керек. Мойындаңыз, әлсіз екеніңізді мойындаңыз. Мойындаңыз, шамаңыз осы жерден жетпейтінін мойындаңыз. Соғысып, батыр екеніңізді көрсетіп, мықты екеніңізді көрсетіп, эгоңыз қанағаттануы мүмкін. Бірақ соңында бәрібір де жара сізде де қалады. Соғыста екі жақта да жара қалады негізінде. Сол үшін ол жараны жылдар бойы емдеп, тағы да ауырлықпен жүргенше жеңілгеніңізді мойындайсаңыз. Бірақ жеңілгеніңді мойындау ол ең үлкен жеңіс. Енді қараңыз, жеңілуді мойындау деген қалай ол? Ол миыңда сан түрлі ойлар болады ғой. Сол кезде бұл ойларды қабылдау керек. Вдруг мынандай болып қалады, вдруг мынандай болып қалады деп айтады миымыз. Сол кезде болады деңіз. Ондай болуына да рұқсат. Менің өмірімде мен шешкен нәрсенің барлығы жақсы, жаман деген емес. Мүмкін оны Құдай ең соңында жақсы шешім қылып әкеп қоюы мүмкін. Яғни сіздің миыңызда қазір оның олай шешілген дұрыс емес, бұл жаман деген ой болса, жарайды. Менің ойымша бұл жаман болып тұр, бірақ Құдайға, жаратушыға, оның күшіне бұны сәтте күшті қылдырып маған айналдыра салуы оп-оңай. Сол үшін де жарайды. Мен дәл қазір менің ойымда мен бұны жеңіл деп қабылдап тұрмын. Менің ойымда бұны жаман деп қабылдап тұрмын, бірақ Құдай, жаратушы, пожалуйста, өтінем, мен берілдім, бұны маған мен үшін ең күшті етіп қойшы десеңіз, бұл шынымен де сізге ең күшті болып айналып келеді. Ойыңыздың ішіндегі мындайда үстіңізге қара бір нәрсе жағылып қалса, мен қарамын демейміз ғой. Үстімізге кір жағылып қалса, біз кірміз демейміз. Сол сияқты өміріңізге қандай да бір проблема келсе, мен проблемамен бірмін демеңіз. Жай ғана оны наблюдайте. Яғни, ойбай, менің үстім кірлеп кетті деп абдырап кірмен бірдей кір болған, ештеңе ішпейді. Одан просто наблюдайте. Бұл кетсе не болады, кетпесе не болады, қалай жууға болады, не істеуге болады. Сол кезде оның шешімі тез келеді. Сол үшін де ойыңыздағы, миыңызда болып жатқан хаосты бақылап көріңіз. Көріңіз, қабылдаңыз, қашпаңыз. Яғни ең күшті чудалар міне осы кезде басталады. Ең күшті керемет нәрселер, жеңілдіктер деп айтайыншы, жеңілдіктер. Өміріңізде сіз қалаған жеңілдік, ол сыртта, дүниеде емес, ол жеңілдік біздің ішімізден басталады. Яғни сырттағы киімдегі кір кетеді, сол кезде мен өзімді саумын деп санаймын. Киім жыртығын тіккен кезде өзімнің аяғымды бүтін санаймын деген нәрсе емес. Ең бірінші өзіңді бүтін санаш, сол кезде сен бүтін адамға, сау адамға киім табылады.
ол по умолчанию келет. Сол сияқты сенің жаның бүтін болған кезде, санаң бүтін болған кезде сенің сыртында материальный нәрселер олар сама собой келеді. Мына информациялардың бәрін мен потокпен айттым. Жай ғана қазір ішімде не болып жатыр, ақылды қоспадым, яғни жүректен шыққан сөздер. Жүрегіңіздің шынымен жеңілдеген қаласаңыз, шынымен де өміріңізде чудалар, күшті нәрселер болған қаласаңыз, ойларыңызбен күреспеуді үйреніңіздер. Беріле салуды, жеңіле салуды үйреніңіздер. Сіз ойлаған жеңіліс, ол Құдай үшін жеңіліс емес, ол Құдай оны сізге жеңіс қылдырып, айналдырып береді. Соны ұмытпаңыз. Сол, мен қазір монастырдамын. Қазір келген ойлар осындай маған.